Дастарханның сәні болатын дәмді манты жасайық. Суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оны ұнымызға құйып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызды пакетке салып, демалдыруға қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына асқабақ, пияз және тартылған ет қажет болады. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұршымызды және су майымызды қосып, жақсылап салманы араластырып аламыз. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздар, қамырымыз ешқандай мінсіз, өте әдемі болып шықты. Оны шұжықтың формасына келтіріп, шамамен әрқайсысын 18 граммнан бөліп аламыз. Ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жайып аламыз.